Сіздермен мен Сәриева Әсеткүл көп жылғы еңбегімменен бөлісіп отырамын және үй жағдайындағы емдеу жолдарын сіздерге айтып отыратын боламын. Бүгінгі айтатын видеомда үй жағдайында бауырды тазалау туралы ескерте кетемін. Бауыр ең ауру соққыларды алады. Ол ішімдік, дәрі-дәрмек, майлы тамақ, лас-экология және тағы басқа да факторлар әсер етеді. 150 грамм капуста, алмұрт, сельдерей, имбирдің үстіне 1 стакан су құйып, әрқайсысынан аздап-аздап аласыздар. 1 стакан су құйып, блендерден еземіз, блендерге өткіземіз. Оның үстіне лимонның соғын және тағы 1 стакан су құямыз. Дайын болған соң, таңертең және кешкі 2 уақыт ішесіз. Ішу курсы 3 апта. Энергияңыз қалпына келеді, беттеріңіз ылғалданады, артық салмағыңыздан арылып, ішектеріңіз де тазартады. Осылардың бәрін ішсеңіздер, әдемі қалыптарыңызда қаласыз дегім келеді. Сельдерей 2 бума, стебель сельдерей деген болады 300 грамм, укроп 2 бума, петрушка 2 бума, руккола дейтін шөпті 300 грамм, семена іліна деген болады 5 ас қасық, алма 5 штук, киви 3 штук, бәріне су құйып қосып отырасыз да тартасыз. Жаңағы блендерге салып тартқан кезде осының барлығы қоймалжың болып әдемі жаңағы смузи сияқты болып шығады. Осыны сіздер холодильникке сақтап қоюға да болады. 3 күн, 4 күн сақтауға болады. Одан артық сақтауға болмайды. Осыны сіздер күніне тамақтан соң 1 стакан, кәдімгідей 150 грамм стаканменен жылы су араластырып ішіп алсаңыздар, әрі сіздердің беттеріңізді әдемілейді, жаңағы жара анау-мынау болмайды, және іштеріңіз асқазаныңызға жеңілдік жасайды, ішектеріңіз тазарады, әрі витамин, әрі ішкі құрылыстың барлығын тазалайды. Бір жағы бауырды да тазалайды. Осыны қолданыңыздар демекпін. Жылына мысалы бұны 3-4 рет қолдануыңызға болады. Бұны 10 күн, 5 күн демеңіз. Тіптен 1 айға дейін ішсеңіз де жақсы болады. Бұл ешқандай қанның құрамындағы элементтердің ешқайсысын айдап кетпейді. Өзі қайта қалпына келтіреді. Мысалы сельдерейге келетін болсақ, ол жүректеріңізге өте жақсы болады. Киви ол витамин болады. Тіптен 1 банан қосып жесеңіздер де болады. Әсіресе осы қоспаларды 2 күн, 3 күн холодильникте сақтап, холодильниктен шығарған кейін жылы су араластырып ішіп алсаңыздар болады. Ем болсын.